Қазір сол сұрақтарға жауап беретін заңгер сөйлейді. Заңгер кеңес. Жолда көлігіміздің артынан қатты жылдамдықпен келген басқа көлік қақты. Абырой болғанда аман қалдық, бірақ көлігіміз жарамай қалды. Ал кінәлі жүргізуші 2 жылдан бері көліктің құнын өтемей жүр. Сот орындаушысы оны таппай жүрміз дейді. Кінәліден қалай ақша өндіруге болады? Борышкерді табу үшін сот орындаушысына біраз құзыреттер берілген. Ол оның қандай мекемеден жалақы алып жатқандығы, қандай мекемеден немесе ұйымнан оған зейнетақы қорына ақша түсіп жатқандығын анықтай алады, немесе шетелге шығуға тыйым салады. Бірақ оны тапқанмен борышкердің өз басында жеке мүлкі болмаса, онда қиын болады. Әлбетте жеке сот орындаушысы барлық банк шоттары мен мүлкіне тыйым салады. Бірақ егер шынымен мүлкі болмайтын болса, онда тек қана сіз ресми түрде алатын жалақысының 50%-ына ғана сіз үмітті бола аласыз. Оны 50%-ын сіз оның артынан жүгірмейсіз. Жеке сот орындаушысы өзінің қаулысы негізінде жұмыс істеп жатқан, борышкердің жұмыс істеп жатқан жерінің бухгалтериясына жібереді де, одан 50%-ы сіз үшін алынып отырады.